Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді орам жапырақтан галупсудың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер және де менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай орам жапырақты ыстық суымызға салып, қайнатып, бір-бірінен орам жапырақтарымыз жұмсақ болғанша қайнатып аламыз. Міне орам жапырақтарымыз осылай жұмсарып, оралуға әдемі болуы керек. Ол себепті осылай суда ұстап жұмсартып аламыз. Міне ыстық суда қайнаған орам жапырақтарымызды салып аламыз. Ол суығанша біз салмасын дайындайтын боламыз. Ең бірінші салмасына пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Енді пиязымыздың үстінен осындай тартылған етімізді саламыз және де жуылған күрішімізді салып, қара бұрыш және тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осындай орам жапырақтарымыздың осындай қатты жерлерін кесіп аламыз, оралуға ыңғайлы болу үшін. Енді осының ішіне біз салмасын салып, әдемілеп орайтын боламыз. Міне орам жапырақтарымыздың барлығын орап алдық, дәл осылай оралды. Енді осының тұздығын дайындайтын боламыз. Ең алдымен сәбізімізді 4 бұрышты етіп турап аламыз, және де пиязымызды да дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Және оған картошка қосамыз, картопымызды да осылай әдемі етіп турап аламыз. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, сәбізіміз бен пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Оның үстінен томатымызды салып, жақсылап қуырамыз. Оның үстінен картопымызды саламыз, оны да жақсылап қуырып аламыз. Үстінен тұзымызды және суымызды құямыз. Су қатты көп болуы керек емес. Енді дайын тұрған орам жапырақтарымызды тегістеп, әдемілеп салып аламыз. Міне орам жапырақтарымыздың бәрін салып алдық. Үстіне кішкене су қосып, отымызды пәстетіп пісуге қоямыз. Міне біздің галупсымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі жегенде өте әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Рецепті описаниеда жазып қалдыратын боламын. Міне біздің кешкі тамағымыз дайын. Енді кешкі тамаққа қосып, осындай баклажандарды әдемілеп қуырдым. Осында рецептін описаниеда қалдырамын. Ал енді бастайық. Осы баклажанымызды осылай дәл осы видеодағындай турап аламыз. Қатты қалың керек емес, орташа болатындай кесіп аламыз. Қатты жұқада қылудың қажеті жоқ, өте жұқа болса тез майда қызып қуырылып қалуы мүмкін. Ал осы турап алған баклажандарымызды осындай ыдысымызға саламыз және оның үстінен тұзымызды салып, үстінен су құямыз. Баклажанның кішкене бояуын алу үшін және тұз баклажанға сіңу үшін. Үстінен тарелкемізді жауып, жақсылап бастырып қойып қоямыз. Ол баклажанымыз дайын болам дегенше, мына жақтан жұмыртқамызды дайындап аламыз. Жұмыртқаларымызды салып, оның үстінен кішкене ғана тұз салып, жақсылап меншіктің көмегімен араластырып аламын. Міне араластырып алдым. Енді табамызға сұйық майымызды құямыз. Міне жақсылап қызғаннан кейін осылай баклажандарымызды екі жағын жұмыртқаға аунатып, осы қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Міне баклажанымыздың екі жақтарын да әдемілеп қызартып пісіріп аламыз. Баклажан пісуі керек және де осыны майымыздан шығарып тарелкемізге салып аламыз. Баклажандарымызды пісіріп дайындап алдық. Енді ішіне салаттың салмасын дайындаймыз. Осындай сарымсағымызды осылай езгіштен езіп алып, оны кесемізге салып аламыз. Және оның үстінен майонезімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қызанағымызды дайындап, оны да жұқаша етіп турап аламыз.
қызанақтарымыздың бәрін турап алдық. Енді осындай тақтамызға суыған баклажандарымызды қойып аламыз. Оның үстінен қызанақтарымызды салып аламыз. Алдын ала дайындап алған сарымсағымыз бен майонезімізді де ішіне жағып аламыз. Міне баклажандарымыздың бәріне жағып алдық. Енді осыны әдемілеп дөңгелекше етіп орап аламыз. Баклажандарымыздың барлығын осылай әдемі етіп орап аламыз. Енді тарелкемізге салып, әдемілеп дастарханымызға ұсынамыз. Осындай салаттардың, тәттілердің, тағамдардың рецептерін білгіңіз келсе, міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп алыңыздар. Және де өзім істеп жүрген оригинал рецептермен бөлісіп отыратын боламын. YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жан